Ата үйге сұлуымыздың ата-апасы келе жатыр екен. Келе жатыр ма екен? Алдынан шығайық. Алдынан шығып қарсы алайық. Ассалаумағалейкум құдағи. Аталық балдарыңызға кешіп қалдық. Қалай? Жиен. Жүре ғой, атамен амандасайық. Жақсы келдіңіздер ма? Шаршамайсың. Жоғары шығыңыздар, үйге кіріңіздер. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум Жиенжан. Ассалаумағалейкум Құдеке. Құдағиям. Өрлетіңіздер, ат көлге аман есен жетіп алдыңыздар ма? Ауылдарыңызға мына жиендерімізді ерте келдік. Нағашыларым көрсін білсін деп. Шайыңды, тамағыңды әкеліп. Алдымен ана көршілеріміз бар еді. Көршілерімізді шақырдым. Құда мен құдағи келіп қалыпты. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? О, здравствуйте, у вас гости, да? Ата-апа, осы жемқұрық дегеніміз не ол? Айналайын келіңіздер. Жиенқұрық деген өз кіндігімнен тараған, одан туған немерем деп, көзімді ашып көргенім деп, аузымды ашып сүйгенім деп, отымның алды, суымның тұнығы деп, бауырына басқан немере, қыздан туған қиығы жоқ деп, қыздан шыққанды жиен немере деп, сен көрген ең бірінші баланы ата әжесі баққан. Енді жиеннен қыздан өрбіген баланы жиен деп атаған. Жиен үйге қыдырып келген кезде бір жылқы, ірі қарамалды атаған. Мен өзімнің жиеніме үлкен ірі қарамал жылқы атадым. Жиен жаныма. Атасы сол тайға, сол жылқыға ен салып берілген. Соны келінжан жиен құйрық деп атаған. Қазір көбісі ол салт дәстүрді білмейді. Ал құда, бір батаңды беріп жібердіңіз жиеніміз. Асан бата берейін, үстем болсын берейін, ықылас пен қолжайып, ақ тілекті төгейін, астар ханым мол болсын, абыройың зор болсын. Үйдің әрбір бөлмесін мол қуаныш кернесін. Ұлың өссін, ер жетіп, қызың өссін, бой жетіп, туған туыс жекжаттың аманшылық көрмесін. Ау!